Саламатсыздар ма, қалайсыздар? Менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге керемет әрі ерекше өте дәмді роза мантының жасалуымен бөлісетін боламын. Ең алдымен менің каналыма қолдау көрсетіп, тіркеліп кетіңіздер. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Бұл мантының жасалу барысын видеоны соңына дейін көру арқылы біле алатын боласыздар. Өте дәмді әрі ерекше манты жасап, сіздер де отбасыларыңызды қуантыңыздар. Алдымен біз қызыл қамыр шығару үшін бізге қажет болады, қызылша қажет болады. Үлкен көлемде бір немесе орта болса екі қызылша алсаңыздар болады. Қызылшаны блендерден немесе теркадан майдалап алсаңыздар болады. Бізге қызылшаның согу керек. Қызылшаны мен блендермен езіп аламын. Қызылшаны езіп алдым. Енді үстіне бір кесе суымызды құямыз. Бізге қызыл краска су шығу керек. Енді осыны жақсылап араластырып отырып, ыдысымызға құямыз. Қызылшаны үстіп басып, соғын барлығын шығарамыз. Бізге сонда әдемі қызыл түсті қамыры иленіп шығу керек. Міне, өзімізге керекті соқты алдым. Енді үстіне тұз саламын. Жақсылап араластырып жіберемін. Жұмыртқа қоспаймыз. Енді қамыр илейтін боламыз. Онда аз-аздан салып отырып, қамыр илейміз. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Осындай әдемі бір келкі қамыр шығу керек. Енді осы қамырымызды тындыруға қойып қоямын. Начинкасын дайындайтын боламыз. Ең алдымен жуаны жақсылап майдалап турап шығамыз. Туралған жуанның үстіне шай қасық тұзымызды қосамыз. Және де бұрыш қосатын боламыз. Мантының өте дәмді болуы осы жуасына байланысты. Сондықтан жақсылап соғы шыққанша араластырамыз. Соғы шыққан мантының жуанның үстіне фаршымызды қосамыз. Екеуін жақсылап біріктіреміз. Начинкамыз дайын болды. Енді қамырымызды жайып бастай берсек болады. Аз-аздан ұн қолдана отырып жайатын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді қамырды осындай кольцомен бөліп алатын боламын. Осылай бөліп алатын боламыз. Қамырларды осылай барлығын бөліп алдым. 5-5-тен қоямыз осылай. Қойдық. Енді мыналарды бекітіп шығамыз. Өйткені бізде қазір ораған кезде ашылып кетуі мүмкін. Сондықтан жақсылап жабыстырып аламыз. Үстіне фарш саламыз. Фарш салып ораймыз, былайынан жауып шығамыз бетін.
Міне жауып шықтық. Енді шетінен бастап осылай орап шығамыз. Жақсылап шетін бекітеміз осылай. Енді аздап гүлімізді ашамыз. Міне біздің гүліміз. Осылай барлығын бүгіп шығатын боламыз. Ыдысымызды майлап, розаларды осылай жайғастырып шығатын боламыз. Бір-біріне жақындатпай, алшақтау орналастырамыз. Өйткені жабысып қалуы мүмкін. Сонда біздің розаларымыз өте әдемі болып пісетін болады. Мантымыз дайын болды. Ешқандай да формасы өзгерген жоқ, өте әдемі болып шықты. Енді ұсына берсек болады. Сіздер де менің рецептімен жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Күнделікті бір мантыдан жалғасаңыздар, осындай қызылшамен өте дәмді, сочный әрі мощный манты дайындасаңыздар болады. Бізге ас болсын, сіздермен болған мен Гүлжанар.